Оты сөнбес ойық. Бір сәтті көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Гүл далам, қалың қабатты құм, шақырайған күн. Адам баласы шыдай алмас ыстық. Сіз келе жатсыз. Кенет жер астынан шығып жатқан отты көрдіңіз. Бұл ешқандай да қиял емес. Өмірде осындай таңғажайып жері расымен де бар. Ол Түркменстандағы Дарваз үңгірі. Жергілікті тұрғындар өңірді тозақтың қақпасы деп айтатын көрінеді. Атағы көпке танымал Қарақұм шөлінің қақ ортасында орналасқан үңгірдің диаметрі 60 метр болса, тереңдігі 20 метрге жетеді. Құдықтағы газ жердің өзінен бірнеше факелдердегі жарылып шығып жатыр. Жеке жалындардың биіктігі 10-15 метрден асады. Аталған дүние кереметі Түркменстандағы Дарваз деген жерде орналасқан. Дарваз сөзін аударғанда есік деген мағынаны білдіреді. 1971 жылы Түркменстан геологтары газ өндіру мақсатында арнайы ұңғыманы бұрғылау жұмыстарын бастаған болатын. Олар қызу жұмыс барысында жер асты кавернасына ауру салдарынан бұзылған органикалық жасушаларды тесік қуыс тап болады. Бұрғылау мұнарасы да басқа да құралдар да төменге түсіп кетеді. Уақыттарына орай ешбір қызметші зардап шекпеген. Аз уақыттан кейін техногенді жанар таудың аузынан кратер табиғи газ шыға бастайды. Абдырап қалған геологтар ешкім уланып қалмас үшін оны жағып жіберген көрінеді. Міне содан бері көшпенділер мен туристер қауымының үрейін ұшырып жүрген алау еш өшкен емес. Газды құдықтың құшағында қаншама табиғи шикізаттың жанып кеткенін ешкім де түп басып айта алмайды. Үңгірге жаяу маңда тағы да осындай екі ойық бар. Бірақ олар жанбайды және газ тегеуріні тым әлсіз. Тіпті бір кратердің ішінде көгілдір түсті су ағып жатыр. Бұл жерді қаңғырып бос тұрғандығына, ел-жұрттың қарасы көрінбейтіндігіне таңырқамайтын шығарсыз. Жан-жануардың өзі суық иістен қашып тіршілік етеді, ал үңгірге үңгілгісі келіп жақындаған адам сол сәтте өліп кетеді. Менің керек арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Рахмет.